Осылай жасағанларыңыз керек ме? Осы видеоны көріңіздер. Қалай жасайтын бәрін айтам. Дальний жанат, туман көшет. Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін бізде Kia Optima. Kia Optimaға бізде мынандай заказ түсті. Туманка қоямыз, яғни габаритпен жанат, бірақ дальныймен моргать еткен кезде туманка өшіп, дальний екеуі кезек-кезек жанатындай. Енді бұған не істейміз? Бізден андай реле кетеді оған. Біреуіне 5-контактный, біреуіне 4-контактный салдым. Қараңыздар. Мынада бізде 5-контактный реле тұр. Мынада 4-контактный, яғни ортасында тағы бір папкасы бар. Мынада папкасы бар, мынада жоқ. И мен аяғын алып тастадым. Қараңыздар, схема бізде осындай. Осырамский реле. Астынан қараған кезде мынаның 30-шы аяғын защитаға береміз, яғни предохранитель тұратынға. 87-ші аяғын мына реленің 30-шы аяғына береміз. Бұның 87-сі бізде противотуманкын плюс болып кетеді екеуіне. А мынау екеуі бізде массаға кетеді, яғни минус. Ал енді бізде 4-контактныйдың бір проводын, мынау алып отқан проводын біз габаритке жалғаймыз. А 5-контактныйдікін мынаны біз дальнийдің плюсына жалғаймыз. Және де бұл любой машинаға келе береді. Любой машинаны сіздер дальний қосқан кезде туманка моргать ететін осындай элемент жасай аласыздар. Тағы да көрсетіп жіберейін сіздерге. Міне защита. Бұлда защитада бізде предохранитель тұрады, ішінде күйкетпеушінің ішіне саламыз. Бұған примерно 10 мен 20 ампердің шамада салуға болады примерно. Не жағатына бізде диод, бізде 10 ампер толықтай жетеді. Егер сіздерде галогенка болса 20 ампер саласыздар. Қараңыздар, бұл аккумулятор батареясына клем арқылы барады. Қазір мен тағы да түсірем, машинаға салар кезде. Аккумулятор батареясынан келеді, 5-контактный релеміз, яғни ортасында мындай проводы бар. Және де ортасында былай папкасы шығып тұрады. Қазір сіздерге разницасын көрсетейін, 4-контактный мен 5-контактный. Қараңыздар, мынау менде 4-контактный реле. Мынау 5-контактный. Яғни 5-контактныйда мен мына бір проводын алып тастадым, керек емес. Бізге ортадағы контактпен пайдаланамыз. Қараңыздар. Бізде защита аккумулятор батареясынан плюс келетін 30-шы аяққа барады 5-контактный реленің, және де одан 87А деген ортадағы бізде екінші реленің 30-шы аяғына барады. Және де осы реледен шығатын біз 87-де біз туманканың плюсына жібереміз екеуіне. Мына көріп отқандарыңыздар 285-ші аяқтар. Бұл таза масса. Шанаққа барып бекітіледі, немесе аккумулятор батареясына. Енді 4-контактныйда бізде тағы бір провод қалады. Бұны біз габаритке барып жалғаймыз, яғни габаритті контролька арқылы плюсын тауып, соған жалғанады. Мынау болса бізде 5-контактныйдікі. Бұл дальнийдің плюсы тауылып, соған барып жалғанады. Бұнда бізде уже осы жақта схема дайын. Енді қазір мен сіздерге сосын машинада көрсетем. Бізден аяқта 2 провод кетеді осыған. Біреу 4-контактный реледен 87-ші аяқ осы жаққа келеді, және шанақтан екеуіне де минус 1 беріледі. Бірақ 4-контактныйдан екеуіне плюс тоже 1 берілетін болады. Қазір біз машинада да тексеріп көреміз осының бәрін. Машинаға келдік, мен алдын ала жүргізіп қойдым. Мына бағанағы релеміз, міне тура солай тұр, еш өзгеріссіз. Енді қараңыздар, мен мына аяғына мына қоңыр проводпен масса бердім, және мына аяғына масса бердім. 3 масса. И біреуін релеге алып келдім. Мен оны алдым да шанақтан ала салдым. Қараңыздар, шанақтан бір болтқа аламыз да. Мына аяқта 10 болт тұр. 10 болт тұр. 3 провод алдым да, бір клема нетіп, екеуін төмен қарай 2 туманникқа жібердім. 2 туманникқа бір минустан, және 1 минус 3-ші провод релеге баратын плюс минус шығарып қойдым. Және де 2 тал көк провод жібердім, яғни плюс болады. Және 2-ші туманникке тағы да бір плюс жібердім проводпен. Төбе жақтай оның 2 басын орап қойдым. Қараңыздар.
Міне біз бағанағы үшінші минусымыз, екі минусымыз уже туманкада тұр, олар постоянно минус болып тұрады. Мынауымыз біз екі туманникқа екі көк провод жібергеніміз осы. Ал енді бізде бағанағы міне қараңыздар, защита менде бесконтактілінің 30-шы ножкасына барған. Оның бұрышын аламыз да, міне мен аккумулятор батареясы деп мына жақтан тоқ алдым, плюсовой міне. Аккумулятордан да алсаңыздар болады, мына жақтан тоже. Мынаған береміз плюс проводпен. Яғни ол мынаған жалғанады. Ал екінші 85-тің екі аяғын біз мына минусқа, үшінші минусқа жалғаймыз. Міне 85-тің екі аяғын мына үшінші минусқа жалғаймыз, кузовтан алынған. Ал енді қараңыздар, защитаны плюсқа жалғаймыз. Защитаны шыққанда аккумуляторға прямой. Ал енді мынауымыз қалды бізде, мына провод. Бұл четырехконтактныйдың 87-ші проводы. Бұны аламыз да біз мынау туманникқа берілген екі көк проводқа береміз. Яғни туманникқа кететін жағы. Мынау туманникқа плюсовой болып кетеді. Мынауымыз аккумуляторға кетті. Мынаны біз үшінші минус алған жерге жалғаймыз. Ал мына екі команданы мен қазір сіздерге кішкенеден көрсетемін. Мұнан бәрін жалғап болғаннан кейін біреуі міне четырехконтактный габариттің проводын табамыз. Яғни бізде қазір габарит мынау болып жанады. Содан плюсын табамыз. И сол плюсқа жалғаймыз. Екіншісін біз пятиконтактныйдың управлениясын дальныйдың 10-тоғына жалғаймыз, яғни плюс. Сол кезде бізде уже схема бітеді. Әрине мына жаққа предохранитель салу керек бәрі істеу үшін. Қазір біз сізге жалғастарын түсіреміз. Қазір мына жақтарға мен фишкаларын қойып тастаймын, екі жағына туманникке тығылатындай қылып. Және жалғасын габариттерді қалай тапқанымды сіздерге көрсетемін. Енді мына екі проводты қалай жалғайтынымызды көрсетемін. Бірінші фараның фишкасын шешеміз, әркімде әртүрлі болуы мүмкін, бірақ контроль болса тауып аласыздар. Бәрін тексеріп шығамыз, бір-бірден ешқандай тоқ бар ма, жоқ емес па. Бәр проводтарын тексереміз. Контрольға жану керек. Енді габарит қос. Габарит өш. Жақ. Қараңыздар, габарит. Бізде енді габарит міне четырехконтактныйдың управлениясына осы габарит жалғаймыз. Яғни бізде мына провод артынан тауып аламыз фишканы. Енді фара қос. Фара қосты, тағы тексеріп аламыз. Дальний қош. Өшір. Емес. Қос. Өшір. Қараңыздар, қайттан қос. Енді осы дальнийді аламыз да, енді біз мына пятиконтактныйдың управлениясына береміз. Артынан тауып аламыз, шығарып. Енді жалғап көреміз, сонымен бізде болды, схема бітеді. Яғни предохранительге мен қазір 15 салам, сіздерде не болса, обычный галогенка болса 20 саласыздар, диодный болса 10-15 салсаңыздар жетеді. Қазір бәрін енді жалғаймын, екеуін екі ақ провод қалды, сонымен предохранитель салам, жағып көремін. Результат осындай болды, міне. Дальний жанат, и туманка өшеді. Туманка жанған кезде дальний жанат. Габарит қана қош. Моргать ет. Болды.